Ассалаумағалейкум қазақ елі. Біздер Советис ұжымы Қазақстан темір жолы президенті Сооронбаевқа, Қазақстан темір жол кәсіподақ төрағасы Ахметбаевқа, Маңғыстау нот 14 бөлімшесінің бастығы Губашевқа Советис ұжымының атынан үндеу. Бүгін сіздерге өте маңызды әрі алаңдатарлық жағдай бойынша үндеу жолдап отырмыз. 27 мамыр 2025 жылы біздің ұжымдық кәсіподақ сайлау өтуі тиіс болатын. Алайда өкінішке орай депо басшылығының тікелей араласуының салдарынан бұл сайлау өткізілмей қалды. Сайлау 30 мамырға шегерілді, бірақ тағы да басшылық тарапынан қысым көрсетіліп, сайлау қайтадан өтпей қалды. Ең үлкен тосқауылдың бірі делегаттарға жұмыстан босатуға бұйрық берілмей, сайлауға қатыстырылуына мүмкіндік берілмеген. Маңғыстау ВЧД бас инженер Сәулебаев Ерболат делегаттарға іс-сапар бұйрығына қол қоюдан бас тартты. Бұл заңды өрескел бұзу және жұмысшылар құқығын аяққа таптау. Алайда ең өкінішті кәсіподақ орталық кеңесінің өкілі Есенқұлов Сәрсенбай осы заңсыздыққа бейжай қарап, басшылыққа қолдау көрсетіп, сайлаудың болмауына тікелей үлес қосып отыр. Бұл оның кәсіподақ мүшелерінің мүддесі емес, ВЧД 33 әкімшілігінің мүддесіне қорғайтын айқын көрсетеді. Біз бұны кәсіподақ сатқындық әрекет деп бағалаймыз және Есенқұлов Сәрсенбайға да тиісті шара қолдануын талап етеміз. Талап етеміз бе, жігіттер? Талап етеміз. Біз таңдауымызды жасауға, әділ сайлау өткізуге құқылымыз. Бұл тек кәсіподақ емес, әрбір жұмысшының заңмен бекітілген құқығы. Егер басшылық тараптан бұл қысым мен араласу тоқтамайтын болса, біз заң аясында жұмысымызды тоқтатуға мәжбүр боламыз. Бұл біздің соңғы ескертуіміз. Жігіттер, талап етеміз бе? Талап етеміз.